Саламатсыз ба? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсің бе? Қалайсың? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Мен Жақсы. банан бері ұйықтап отырып көзім ісіп кеткен ғой. Даусымда нет қапты. Ештеңе алмайды, олай. Не істеп Ештеңе? Есімің кім? Қай қалада тұрасың? Есімім Сымбат болады. Алматы. Сымбат. Даусың қандай, сондай ұқсайды екен сен. Бұрын театрда неткем, өнер көрсететін. Күшті. Ағалар, таласпаңыздар. Рөлді ойнап бердің. Керек емес. Таласпаңдар, мен бәріне жетем деп жүгіріп чатын. Бүгін тек бірыңғай әртістер осында ғой, прямо эфирге. Таласпаңыздар, ағалар, не стоит? Қазақ фильм киностудиясы ұсынады. Басты рөлдерде Алмас Есенхан деп. Күшті вообще. Сондайды да айтқансыз ба не? Жоқ. Қазір театрда істемейсіз ба? Жоқ, қазір өзім Талдықорған қаласыныкімін негізі. Қазір өзім бизнеспен Алматыға ауысып, қазір Алматы қаласында тұрып отырмын. Пәтер жалдап тұрмын Алматы қаласында. Енді қайттан қолға алмайсыз ба жаңағы өнеріңізді? Ол нан тауып бермейтін өнер деп ойлаймын. Кәдімгі сіз сөйлегеннің өзі кино ғой, Ол нан тауып бермейтін. Мен оның әубәстімін. Күшті бар. Ішім пыспайтын сияқты сен мен бүйтіп сөйлесіп отырсаң, как будто бір кино театрда отқан сияқты. Дым пыспайды ғой. Шәкен Айманов атындағы киностудиясына. Шәкен Айманов атындағы бантыны қуған Хамид деп. Андай бір ұзағырақ бір нәрсе айтып берші, сондай бір. Айтпеймін. Түрім нормально отыр ма, маска киіп алайын ба, елдерді шошытпай? Жоқ, отыра бер. Бәрі андай жайлап адам азайып жатыр, көрдің ба? Бәрі қорқып жатыр десең. Ойнап отыр. Жоқ, қалжың ғой. Андай бір болады ғой, бір нәрселер, андай бір сәл ұзақтау, бір нәрсе күшті сондай дауыспен айтып берші. Сендер мұнда күлесіңдер. Қожабай құсанда тұр, жылап тұр. Майқанов апайға. Кемасылай жанардың дауысы. Күшті. Вообще күшті. Мен андай өнермен білмеймін, қайттан қолға алу керек сияқты. Бұрын театрда жүрген кезде, негізі театрдың ең үлкені мен болатын. Қай жылғысың? 95-ші жылғы. Не ойланып айттың? 95-ші деп. Жоқ, жасымды сұрады ма, жылымды сұрады ма деп түсінбей қалдым. Сұрағы кішкене біраз бүйтіп тұрып қалды да ортада. Онда 95 болсаң, театрда сен ең үлкені болсаң, сонда не болды қалғандар? Жоқ, ол 2 жыл бұрын ғой, 2 жыл мектепте мұғалімдікте жұмыс жазадым, еще қазақ тілі әдебиеттен бердім. 2 жыл бизнесте жүрдім. Жұмысты ерте істеп кеткем ғой, студент кезден бастап. Жас кезден пысықтау болдың деші кішкене. Жас кезден, пысық дегенде, пысық арасында тойға тамада болып кететін мен. Күйетші. 26-дамын, жаста емеспін, кәріде емеспін. Я стою, дейді ғой, у ресторана замуж поздно, сдохнуть рано деген. Түрмеге отырып шыққан қыздардың әңгімесін айтып отырсың қазір? Жоқ, енді имеется в виду, енді қазір білмеймін. Бұрын көп сөйлейтін, чересчур көп сөйлейтін. Қазір шаршадым де, жағым талып кетті де. Қазіргі бизнесіңіз қандай сондай? Немен айналысасыз? Электронды бизнес. Немен ба? Интернет арқылы ма? Интернет арқылы, аха. Үйде отырып ақша табасыз ғой, короче. Онлайн табыс десеңізші. Жоқ, далада отырып. Байдайдыр, сондай бар еді ғой. Жоқ, үйде отырып. Андай комментарий жазам десеңе, үйде отырып ақша табу деп. Жоқ, сондай бар еді. Сіз үйде отырып байығыңыз келе ме? Онда сыбай дей салады ғой. Күшті. Байға тесіп бала тусай деп біреу жазып жүрді ма? Енді
дұрыс қой енді алматыдан үй аламын деп жатсың енді мақсат қойсаң аласың ғой енді бірақ енді өйтіп карьера емес енді үйлену керек қой айналайын ау ертерек сабақ үйленіп дейме сәтімен енді әрине сәтімен ғой енді бірақ жайлап уақытта өтіп бара жатыр айналайын ау кішкене үйленіп те жұмыс істей беруге де болады ғой тұрмысқа шығып өзің сияқты бір жігіт тауып алмайсың ба қатыным шай қоясың ба иә отағасы деп екеуің кухняда кино қойып жүрмейсіңдер қош келдің күйеуім отағасы бүгін бешбармақ жасадым қазақтың ұлттық тағамы алып қойыңыз деп күймен кіргізіп ортаға тамақты кәдімгі күймен алдыртып өзің қазақи көйлек киіп алып жоқ серьезно сөйтсең күшті ғой адам андай өзіне ұқсайтын адам тапса вообще күшті ғой іштерің пыспайды ойбай күнде жалып істейтін шығар астыңғы этаждан үстіңгі этаждан мыналар шулап қанышты деп енді ол өздеріңе байланысты айналайын тескаблог емес шығар анау стена мынау стена деп қоймайды бұл үйде тұрмайсыңдар ғой сендер күйеуіңнің үйінде тұрасыңдар ғой бұл неде шығарсың қазір арендада тұрып жатқан шығарсың иә квартирада тамақ істеп қойдым енді не істейміз тамақ ішеміз ба тамақ істеп қойдым деген автоматом қазір жаман нәрселер кетеді айтамын чушь шашыңды алдыратпай жинаш дейді апарып тастайды екен подписчиктарым сен жоқ мен түсінбей отырмын не үшін өзіңмен өзің тұрдың да тамақ істеп қойдың деп айттың жоқ кухняда отырғаннан кейін ғой білмеймін ғой түсінбей қалдым тараздамын ғой мен таразда тараз шаһардан алматы шаһарға ойбай мен тараздан алматыға барамын дегенше тамаң ашып кетеді ғой айналған ничего страшного майонез қосып жей бересіз болды әйтеуір холодильникке қойып қойса онда азында ысытып жеп аламыз да мәні подписчиктер мен біраз жерге апарып отыр мен жаман оймен айтқан жоқпын просто кухняда отырған тамақ көзін түсіп айтқан ғой жалғыз өзің тұрасың ба не иә тамақ жасаған жақсы көремін қорықпайсың ба кімнен обычно негізі қыз балаға жалғыз тұру деген бір не емес па дегенім ғой білмеймін жоқ бұған дейін сестренкамен тұрған просто сестренкам көшіп кетті да одан кейін жалғыз қалып қалдым қасыңа бір екі қыз алып алмайсың ба квартираны как раз арендантты төлегенге қолайлы болады маған ұнамайды жалғыз тұрған ұнайды түнде ұйықтаған отырып қайтқан сол дұрыс қой негізі бір жағынан жалғыз тұрғанда жақсы негізі иә өзі еркін туалеттің есігін жаппайсың ары жүре бересің десе қалжың ғой түнгі прямойлар осылай болады адамның күтуәсі кетіп не айтып отырғаныңды білмей мылжыңдап отырасың ғой иә дұрыс екен қорықпайды бұл қорқытатын сияқты ғой бұл қыз дейді ғой комментке біреу жаман жазыпты жарайды онда танысқаныма қуаныштым жұмысыңызға жалпы өміріңізге сәттілік қайырлы түн өте сондай күшті веселый қыз екенсіз енді ертерек енді жұмыс деп жүре бермей өзіңіздің бір теңіңізді тауып тұрмыс құрып бала шаға деген сияқты семейный тұрмыс құрсам тойыма шақырам келесіз ғой ол күні бос емеспін ау жоқ неде пятница қылам суббота воскресенье бос емес бір рет анау история салып едім ғой бір той басқарған историям көрдіңіз бе көрмедіңіз бе жоқ мен недавно ғана жазылдым вот сол историядан кейін короче июльге біраз заказов ұстадым бос емеспін июньде өтейін деп отқан мен жоқ ешкім алайын деп тұрған жоқ пока осы жылдың бір аяғына таман деші енді бұйыртқан уақытта алдын ала звондап задатылар не қыласыздар ғой все рахмет
Все, жақсы, давайте қайырлы түн. Қайырлы түн. Иә, қой. Шығайық ағайын.